Сәлем баршаңызға. Бүгін өте иммунитетке пайдалы витамин квашеный капуста жасаймыз. Мен осындай үлкен капустаны жақсылап жуып, соломкаға турап, тұз қосып, араластырып, езіп алатын боламыз. Сол кезде суы тез шығатын болады. Одан соң сәбізді теркадан өткізіп қосып, араластырып, банкаға тығыздап саласыздар. Содан соң лавр жапырағынан қосуды ұмытып кетпеңіздер. Дәмін одан әрі әдемі қылып, дәмді қылып шығарады. Банкаға салған соң осылай қатты нығыздап басасыздар. Ешқандай су қоспайсыздар, өзінің суы осылайынан бөлініп шығады. Одан соң бетін жауып, астына тарелка қойып, комнатада қалдыратын боламыз. Келесі күні осылайына суы тасып, көпіріп шығады. Осылай таяқшаның көмегімен араластырып, ішіндегі ауасын шығарасыздар. Күніне 2-3 рет қайтара осылай араластырып отырасыздар. Сол кезде толығымен кваситетіліп, дәмі жақсы болып шығады. Маған қышқыл квашеный капуста ұнайды, сондықтан мен 3 күн ұстадым. 3-ші күні уже суы тартылып, осындай дайын болған түрі. Суы қарап тұрсаңыздар қоңыр цвет болып тұр, ол кваситетіліп дайын деген сөз. 3 күн ұстасаңыздар осындай болады. Қышқылды ұнатпасаңыздар 1 күн ұстап, 2 күн ұстап, одан кейін холодильникке салып, уже жей берсеңіздер болады. Холодильникке салдық, 1 күннен кейін осылай шығарып, ұсынай берсеңіздер болады. Қытырлақ, дәмді, свежий, өз қолдарыңыздан жасаған табиғи квашеный капуста витаминге бай, иммунитет көтереді, пайдасы өте зор. Сіздер де міндетті түрде жасап көріңіздер, өте оңай жасалынды. Суда қосқан жоқпыз, қант та қоспадық, өте оңай жасалу жолы. Сіздер де жасап көріңіздер, каналыма тіркеліп, лайк басып отырыңыздар.